Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма егер де жазылмаған болсаңыздар, ең алдымен каналыма жазылып, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Сонымен бірге видеоны соңына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше әрі тез арада дайындалатын фаршталған картоп тағамының рецептімен бөліскелі отырмын. Ол үшін бізге керегі бірнеше картоп, сонымен бірге фарш керек болады. Фаршқа тұз, бұрыш қосып, пияз қосамыз, және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбіз және болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Сонымен бірге бір сәбіз бен бір пиязды поджаркаға дайындап қоямыз. Ең алдымен осы картоптарымызды жуып, сыртқы қабығын ашып, дайындап аламыз да, одан соң ішін өңгіп, ортасын ойып, фарш салатын ұяшық жасайтын боламыз. Ол үшін менде осындай құрылғы бар. Егер сіздерде бұндай құрылғы болмайтын болса, онда ұзынша жіңішке пышақтың көмегімен немесе алманың ортасын оятын құрылғыны пайдалансаңыздар болады. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай, мен осы картоптардың ортасын осы құрылғының көмегімен ойып дайындап алдым. Картопымыз дайын болғаннан кейін енді бір пиязымыз бен сәбізімізді алып жіңішкелеп тураймыз. Одан соң табамызға май құйып, сәбізіміз бен пиязымызды қуыратын боламыз. Сәбіз мен пиязымыз қызарып қуырылғанша картопымыздың ішіне фаршты салып шығамыз. Яғни картоптарымызды начинять ететін боламыз фаршпен. Осылайша картоптарымызды фаршпен толтырып дайындап алатын боламыз. Одан кейін табадағы қуырылып жатқан сәбізіміз бен пиязымызға томат пастасын немесе помидор қызанақ қосамыз. Мен томат пастасын қостым. Сәбізіміз бен пиязымыз қызарып қуырылғаннан кейін үстіне су құямыз. Суымыз қайнаған кезде картоптарымызды тізіп салып шығамыз. Одан соң бетіне тұзымызды, қара бұрыш және паприка себеміз. Сонымен бірге өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер сепсеңіздер, немесе тағы да кілегей, сливки қоссаңыздар болады. Менің картопым 30-35 минутта пісіп шықты. Картоптың қайнау ұзақтығы картоптың сортына байланысты 40-45 минутқа дейін пісіп шығады. Мінекей осындай дәмді, өте ерекше, әдемі, столдың көркін келтіретін, адамның аппетитін ашатын осындай тағам дайын болып шықты. Осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Егер сіздерге ұнап, ойларыңыздан шығып жатса, пікір қалдырып, үліпіл баса отырыңыздар. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.